Жолыңыз түсіп Шеңбер ауылына сапарлай барсаңыз, Шеңбер тәттілерін дәм татуды ұмытпаңыз. Әдемі жерге кәсіпкерлігі жақында тәтті тоқаштар пісіруді қолға алды. Кәсіп иесі Жанар Күнтуғанова көптен бері ойында жүрген жоспары аудан әкімінің гранты негізінде жүзеге асқан. Тәтті тоқаштар дайындау Жанар Күнтуғанованың бұрыннан үйреншіктісі. Енді ол пісірген тәттілерін ауылдықтарға ұсынып, тиісінше пайда табу мүмкіндігіне қол жеткізді. Аудан әкімінің кәсіпкерлікті қолдау мақсатында жарияланған байқауына қатысып, 555 мың теңгені құрайтын грантына ие болды. Оған тәттілер пісіретін жабдықтар сатып алған. Грант беріп жатыр дегесін өзім бағын сынап көрдім. 555 мың алдым. Соған жабдықтарымды алдым, пешімді, миксерімді, тағы керек заттарымды алдым. Жақсы жүріп жатыр, үйренді, халық алып жатыр, тапсырыстар беріп жатыр. Жанар қазірдің өзінде тәттілердің 20-дан астам түрін пісіреді. Болашақта кәсібін кеңейтіп, тиісінше өнім көлемінде көбейту жоспарлап отыр. Себебі ауылдықтар тарапынан күн санап тапсырыс көлемі де артып келеді. Ауылда Жанардан бөлек аудан әкімінің грантын жеңіп алған тағы 2 азамат кәсіп игермек ниетте. Елдос Жұмағат пен Бірлік Саламат ауылдықтарға арнап қоғамдық монша салуды қолға алды. Әрқайсысы 750 мың теңгеден қайтарымсыз қаржы алған кәсіп иелері жаңа жылға дейін моншаларын ел игілігіне беру жоспарлап отыр. Жалпы бүгінде ауылдың тірлігі түзу. Баяғыдай қалаға үдере көшкен күндер артта қалды. Керісінше ауылға келіп, ата кәсіпті қолға алуға ниеттілер саны артып келеді. Себебі қазір ауылда оған толық жағдай жасалған. Тек биылдың өзінде ұзақ жылдар күрмеуі шешілмей келген мәселелер оңынан оралған. Бірнеше жылдан бері жөндеу көрмеген ауылдың саябағының сыртқы қоршауы айырбасталды. 230 метр. Бұл ішкі қаржылық түсімдерден түскен қаржыға жасалып отыр. Ауылдың ауыз су жүйесіне толық жөндеу жұмыстары жасалды. Су мұнарасына 9 миллион 74 мың теңге қаржыға. Көптен бері елімізде осы халықтың қыста тұрмысына, тіршілігіне ауырлық келтіріп жүрген мәселе тұғын. Ауылдың Кейкі үңгірі, Ақжал таулары секілді тарихи һәм көрікті орындарын тамашалауға алыстан келетін саяхатшылардың да қатары өсіп келеді. Ауылға келген қонақтарды қарсы алатын мына белгіде жақында орнатылған. Бұл Жаңабай Түскеев, Бақтияр Смағұлов секілді ауыл азаматтарының сыйы. Ұлытау бағытындағы аудандық дәрежедегі жолға 9 шақырымына жөндеу жұмыстары жасалды. Келесі жылы 21 жылдың бюджетіне қалған қаржы салынып тұр. Келесі жылы 28 шақырым жол толық жөндеу көреді деген үміттеміз. Бүгінде ауылдағы 60-тан астам үй жеке кәсіпкерлік аясында 100% ғаламтор желісіне қосылған. Бір аптаның көлемінде Билайн ұялы байланыс орнатылады. Елдос Какенов, Нұрлан Исмаилов, Дидар телеарнасы.